Адамдар ежелден бері подаградан зардап шегеді. Буындардың бұл ауруы патшалардың ауруы деп аталады. Ежелгі уақытта байлар балықты, майлы ет пен алкогольді теріс пайдаланды. Сіздермен дертке дауа арнасы. Достар, біздің каналды 91% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сондықтан патология дамыды. Подагра деген не және оны үйде қалай емдеу керектігін халықты және дәрі-дәрмекпен анықтайық. Подагра дегеніміз не? Подагра бұл жүйке ауруы. Онда зәр қышқылының тұздары тіндерге түсіп, буындардың қабынуына әкеледі. Подаграның жарқын мысалы бұл үлкен саусақтың үлкен соққысы. Алғашқы шабуылдың салдары болашақта подагра шабуылда қол, аяқ, тіпті тізе буындарына таралуы мүмкін. Подагра бұл жасқа байланысты ауру. Бұл балалар мен жасөспірімдерде сирек диагноз қойылады. Әдетте ерлердегі алғашқы шабуылдар 40 жаста, әйелдерде 50 жастан кейін болады. 60-тан асқан адамдарда ауру 97% жағдайда кездеседі. Күшті жынысты ауру жиі кездеседі, өйткені олардың қанында зәр қышқылының деңгейі жоғары болады. Адамдар подаграны емдеу техникасын бұрыннан меңгерген. Бастапқыда халықтық әдістер қолданылды. Қазір олар заманауи медициналық жетістіктердің арқасында жасалған терапияның прогрессивті әдістеріне жүгінеді. Подагра ауруының белгілері. Аурудың бірінші кезеңінде белгілер болмайды. Денедегі зәр қышқылының тұздарының мөлшері көбейеді. Бұл аурудың пайда болуына әкеледі. Кезеңнің ұзақтығын ондаған жылдармен есептеуге болады. Екінші фазада подагра артриті пайда болады. Бұл кезде ауырсыну, ісіну және ауру, буын аймағындағы ауырсыну жоғары температура арқылы көрінеді. Ауырлау таңертең немесе кешке қарай байқалады. Тұздар әсер еткен буында ауырсыну пайда болады. Эпицентрде және іргелес тіндерде ісіну пайда болады. Бұл кезде тері қызарып жарқырайды. Температура көтеріліп, буынға тигізуі ауырады. Науқас жалпы әлсіздік пен ауыр әлсіздікке ұшырайды. Созылмалы кезең өршу кезінде жұмсаратын тері астындағы түйіндер мен мөрлердің пайда болуымен жүреді. Алдымен шабуыл сирек кездеседі және өткір ауырсынумен бірге жүреді. Кейінірек олар жиілеп бірнеше сағатқа созылады. Подаграның созылмалы түрге ауысуы басқа буындардың зақымдануымен және созылмалы артриттің дамуымен жүреді. Аурудың себептері. Подаграның негізгі себебі зәр қышқылының артық мөлшері деп аталады. Ол ұзақ уақыт бойы қанды айналады және жиналады. Уақыт өте келе кристалдану процесі басталады. Нәтижесінде ұлпалардың шөгінділер пайда болады. Бұл қабыну ошақтарын тудырады. Подаграның тағы қандай себептері бар? Бірінші, подагра бұл есірткінің жанама әсері немесе дұрыс қолданбаудың нәтижесі. Бұл бүйректің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін дәрілер, аспирин, диуретиктер болып табылады. Екінші, патологияның дамуына семіру, қант диабеті, псориаз, қорғасынмен улану және бүйрек жеткіліксіздігі ықпал етеді. Өрттің себебі жарақат немесе хирургиялық араласу болып табылады. Үшінші, подагра көбінесе пурин негіздері бар тағамдарды үнемі қолданатындарда пайда болады. Майлы ет, теңіз өнімдері, сода және алкоголь бұл заттардың көбеюіне ықпал етеді. Подагра бұл несеп қышқылының алмасуының бұзылуынан туындаған созылмалы патологиялық жағдай. Қандағы зәр қышқылының деңгейі жоғарылайды. Сонымен қатар ураттар жинала бастайды. Натрий тұзының кристалдарының артық болуы қайталанатын жедел артритке, тоффидің пайда болуына әкеледі. Подагра ыңғайсыздық пен ауырсынуды тудырады. Зақымдалған буындар айтарлықтай өзгереді. Аурудың өткір көріністерінен өз бетімен құтылу өте қиын. Дәрі-дәрмек пен физиотерапияның дозасын таңдайтын емдеуші дәрігерге мерзімді түрде бару керек. Подаграны халықтық емдеу әдістерімен емдеу негізгі дәстүрлі терапияның өтуімен ғана мүмкін болады. Үйде подаграны халықтық емдеу әдістерімен емдеу.
Подагра бұл көбінесе егде жастағы науқастарға әсер ететін метаболикалық бұзылулар, ауру ағзадағы зәр қышқылы деңгейінің патологиялық жоғарылаумен сипатталады. Бұл ақыр соңында аяқтар мен қолдардағы буындардың зақымдалуына әкеледі. Агрессивті дәрі-дәрмекпен емдеуге жүгінбестен аурудың дамуын сақтаудың көптеген жолдары бар. Дәрілік заттар жиі жанама әсерлерді тудырады. Сондықтан кейбір пациенттер подагра үшін тиімді халықтық құралдарды қолдануды қалайды. Сіз қандай әдістер ең қолайлы екенін және қандай жағдайларда олар көмектесетінін білуіңіз керек. Подагра бұл несеп қышқылының алмасуының бұзылуынан туындаған созылмалы патологиялық жағдай. Қандағы зәр қышқылының деңгейі жоғарылайды. Сонымен қатар ураттар жинала бастайды. Натрий тұзының кристалдарының артық болуы қайталанатын жедел артритке, тофидің пайда болуына әкеледі. Подагра ыңғайсыздық пен ауырсынуды тудырады. Зақымдалған буындар айтарлықтай өзгереді. Аурудың өткір көріністерінен өз бетімен құтылу өте қиын. Дәрі-дәрмек пен физиотерапияның дозасын таңдайтын емдеуші дәрігерге мерзімді түрде бару керек. Подаграны халықтық емдеу әдістерімен емдеу негізгі дәстүрлі терапияның өтуімен ғана мүмкін болады. Аурудың патогенезі пурин қосылыстарын тамақпен шамадан тыс қабылдау кезінде олардың біртіндеп жиналуы орын алады. Атап айтқанда, бүйрек жеткіліксіздігінің фонында аурудың ағымы нашарлайды. Мысалы, пурин қосылыстары қалыпты мөлшерде жеткізіледі, бірақ бүйрек олардың метаболитінің несеп қышқылының шығарылуына төтеп бере алмайды. Сондықтан ол ішкі мүшелер мен буындарға біртіндеп орналасады. Толық биохимиялық қан анализін жүргізу арқылы патологияның себебін анықтау өте оңай. Көбінесе подагра дұрыс емес өмір салтын ұстанатын адамдарда жиі кездеседі. Әдеттегі науқас 40 пен 60 жас аралығындағы алкогольді үнемі ішетін және майлы тағамдарды жейтін егде жастағы ер адамдарда кездеседі. Әдетте мұндай адам тексеру кезінде подаграмамен ғана емес, сонымен қатар семіздікпен, қант диабетімен, артериялық гипертензиямен, басқа да аурулардың бұзылуымен кездеседі. Аурудың себептері. Подаграның негізгі себебі зәр қышқылының артық мөлшері деп аталады. Ол ұзақ уақыт бойы қанда айналады және жиналады. Уақыт өте келе кристалдану процесі басталады. Нәтижесінде ұлпаларда шөгінділер пайда болады. Бұл қабыну ошақтарын тудырады. Подаграның тағы қандай себептері бар? Бірінші, подагра бұл есірткінің жанама әсері немесе дұрыс қолданбаудың нәтижесі. Бұл бүйректің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін дәрілер, аспирин, диуретиктер болып табылады. Екінші, патологияның дамуына семіру, қант диабеті, псориаз, қорғасынмен улану және бүйрек жеткіліксіздігі ықпал етеді. Өрттің себебі жарақат немесе хирургиялық араласу болып табылады. Үшінші, подагра көбінесе пурин негіздері бар тағамдарда үнемі қолданатындарда пайда болады. Майлы ет, теңіз өнімдері, сода және алкоголь бұл заттардың көбеюіне ықпал етеді. Подаграны халықтық емдеу әдістерімен емдеудің қолжетімді әдістері халықтық медицинада рецепттер сыртқы және ішкі қолдану үшін қолданылады. Нені қолдануға болады? Компрессор. Бұл құралды қолданудың сыртқы тәсілі әдетте белсенді ингредиент дәкеге жағылады және ұзақ уақыт бойы тығыз қолданылады. Нәтижесінде зардап шеккен аймаққа тиімді және ұзақ әсер етеді. Бірінші, компрессор кернеуді жеңілдетеді, ыңғайсыздық пен ісінуді жояды. Әдетте компрессор ауа райы өзгерген кезде қарқынды физикалық күш алудан, ұзақ жүруден кейін қолданылады. Жылытусыз компресстің қарапайым нұсқасы. Сізге осындай аурудың әдістерімен подагра ауруын емдеуге болады. Бірінші, бал мен тұздан тұратын қарапайым компрессор. Бір ас қасық бал мен тұзды тек пропорцияда араластырып, дәке киіп, зақымдалған буын аймағын бірнеше сағат бойы жабу керек. Емдеу курсы 10 күнге дейін. Ұйықтар алдында компрессті қолданған дұрыс. Екінші, қыша мен балдың компрессы күшті ауырсыну синдромынан көмектеседі. Бұл үнемі қолданылған жағдайда 7-14 күн ішінде белгілерді жеңілдетуге көмектесетін танымал құрал. Кішкене сода қосып, қыша ұнтағы мен балды тең пропорцияда араластыру керек.
қоспа тым қалың болса өнімді қолдануды жеңілдету үшін аздап сұйықтық қосуға болады. Алынған қоспаны зақымдалған буынның саусақтарының аймағында жақсылап сүрту керек. Содан кейін аяғын жылыту үшін үстіне тығыз қабатта дәке жағылады. Компресстің әлсіз жылыну әсері бар, сондықтан ол созылмалы ауырсыну үшін қолайлы. Ол 2 апта бойы күн сайын қолданылуы керек. Үшінші, лимон мен сарымсақ қоспасына негізделген ауызша инфузия зәр қышқылының тұздарының тұндыруынан туындаған өткір шабуылдарды болдырмауға көмектеседі. Сізге 4 лимон және 4 сарымсақ түйірін алу керек. Оларды ет тартқыш арқылы өткізіп, содан кейін қоспасы 1 стақан қайнаған суға құйылады және тұндыру үшін қараңғы жерде 3 күн қалдырылады. Осыдан кейін қоспасы сүзгіден өткізіліп, күніне 3 рет тамақтанар алдында 1 ас қасықтан қабылданады. Табаға 4 орташа алма салып, алдымен қабығын алу керек. Содан кейін аршылған жемістерді 1 литр сумен құйыңыз. Су қайнаған кезде алманы бояу отта 15 минут пісіру керек. Күніне кем дегенде 3 кесе ішу керек. Әдіс қарапайым, бірақ ол аурудан мәңгілікке құтылуға көмектеспесе де, буындардың зақымдану барысын айтарлықтай жеңілдетеді. 5. Лавр жапырағы бар ауру. Буынға арналған сыртқы тұнбалар. 1 шай қасық ұсақталған лавр жапырағын араластырып, 100 грамм аммиак құйып, оны 1 апта бойы жабық контейнерде қайнатуға рұқсат ету керек. Содан кейін қоспасы сүзіледі және зақымдалған буын аймағында ысқылау ретінде сүртіледі. Қоспаның 1 реттік дозасы 2-3 граммнан аспайды. Дәрі күніне 1 рет қабылдау керек. 6. Сыртқы пішіндегі бірлескен ауырсыну үшін шөп қоспасы жаңа піскен жолжөлкен мен жусанды ботқа тең пропорцияда ұнтақтау қажет. Өсімдіктер жаққа және ие болу үшін сізге 2 ас қасық қосу керек. Сары май мен ас қасық. Содан кейін өсімдіктер қайтадан араласады. Жақпа зақымдалған буын аймағына жағылады. 7. Буын аймағында тоффидің пайда болуын баяулату үшін терапевтік аяқ ванналарын қолдану пайдалы. Онда 50 грамм сода мен бірнеше тамшы йод қосып, сумен жылы ваннаны қабылдау жеткілікті. Бұл қоспа буындардағы ісінумен жақсы күреседі. Аяқ ванналары күнделікті ұйықтар алдында жасалады. Емдеу курсы 3 апта, содан кейін олар үзіліс жасайды. Қажет болса, буындардағы арналған процедуралар сериясы қайталанады. 8. Сыртқы құрал. Алма сірке суы және жақпасы. 100 грамм сұйытылмаған алма сірке суын жұмыртқаның сарысын араластыру қажет. Компоненттер тегіс болғанша араластырылады. Қалың көбік пайда болу үшін қоспаны ұрып соғу оңайырақ. Майда зақымдалған буынға күніне 3-4 рет жағыңыз. Майда тоңазытқышта сақтаңыз. 9. Теңіз калоны негізінде буындарға арналған компресс. 1 ас қасық су құйып, тең пропорцияда теңіз тұзын қарапайым ұнды араластыру керек. Алынған қоспада жұқа қамыр қабаты шығарылады, ал өнімнің жолақтары біріктірілген аймаққа қолданылады. Үстіне тамақ пленкасын орап, бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Компрессті бірнеше апта бойы зардап шеккен аймаққа күнделікті қолдануға болады. 10. Піскен балықтан алынған қабынуға қарсы компресс. Кесілген балыққа арналған халық рецепті бірлескен аймақта қабынуды жеңуге көмектеседі. Өзен балығын алып, оны тартылған етке ұсақтап, зардап шеккен жерлерге бекіту керек. Компрессті түні бойы аяғыңызда ұстау керек. Терапияның ұзақтығы 1 немесе 1,5 апта. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.